Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге ақша жинаудың жеңіл жолдарын айтатын боламын. Заманның талабына сай адамдар еңбекпен тапқан ақшасын жинауды үйренуі керек. Алайда көбіміз ниеттеніп тырысқанмен үнемдей де жинай да алмаймыз. Қаржы жинауды қалай үйренуге болады? Мақсат қою. Қаржы жинаудан бұрын алдымен оның не үшін керектігін анықтап алыңыз. Кім біледі, керек болып қалар деген ой мақсатқа саналмайды. Себебі күн ара керек болып қалар сәті туындап ақша жұмсалады. Солай емес пе? Сондықтан көлік, үй алуға, саяхатқа, бизнеске деген секілді нақты мақсат қойыңыз. Мерзімін белгілеу. Мақсатыңызды анықтаған соң нақты мерзімін белгілеңіз. Мүмкіндігіңізді қаржы сомасымен болуы мүмкін форс-мажорларды есептеңіз. Соманы есептеу. Мақсатыңыздың құнына қарай ай сайын жинауға қалдыратын ақшаның сомасын нақты есептеңіз. Өзіңізді алдамаңыз. Егер жинай алмайтын сома болса, мерзімді үлкейтіп, аз-аздан жинаңыз. Тәртіпке бағынып, ай сайын белгіленген соманы жәшікке, не болмаса депозитке салып отырыңыз. Шығынды азайту. Болашақта бір нәрсені сатып алғыңыз келсе, шығын мөлшерін қазір азайтуыңыз керек. Бұл ақша жиынын сақтау заңы. Босқа кететін ақшаңызды қыдыруға, қажетті жоқ заттар алуға, ойын-сауыққа тағы да басқаларына есептеп, келесі айда сол соманы сақтап қалуға тырысыңыз. Аптасына бір мезгіл мейрамханаға тамақтанғыңыз келеді. Алайда ондай жерде жұмсалатын қаражатты үнемдеп, азық-түлік алып, үйде тамақтанған жөн. Бюджет есебін жоспарлау. Кіріс пен шығыс есебін жүргізіп, бюджетті жоспарлайтын болсаңыз, ақшаны жинау да оңайға тиеді. Нақты есептің арқасында шығын да азаяды. Осы талаптардың бәрін орындап, ескеретін болсаңыз, белгіленген мерзімде қажетті ақша сомасын жинайсыз. Олай болса, іске сәт. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар кезет арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.